Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді кешкі асқа тефтели дайындайтын боламыз. Дәмі ерекше дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамда осындай түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Тефтелиді дайындау үшін біз барлығын қосып аламыз, яғни фаршымызға пияз, жұмыртқа, ұн, күріш және тұзымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Яғни бір келкі масса пайда болғанша түгел араластырып аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін кішкене бөліктен ала отырып шар тәрізді формаға келтіресіздер. Яғни видеодағыдай үстіп алақанға салып дөңгелей отырып шар тәрізді формаға барлығын келтіріп аласыздар. Кейін дайындап алғаннан кейін табамызға қызып тұрған майға орташа отта барлығын тізе отырып, екі жағынан 2-3 минут қуырып аласыздар. Ол қуырылып жатқанға дейін ортасына құятын соусын дайындасақ, соусына бізге томат пастасы 2 ас қасық және де 2 ас қасық ұнды қосып, жақсылап бір келкі масса пайда болғанша араластырасыздар. Жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін үстіне 1 стақан суды жайлап отырып қосасыздар. Барлық осы пайда болған массамызды араластырып алып, жаңағы тефтелидің үстіне құясыздар. Құйғаннан кейін үстіне тағы да жарты стақан суды құйып, бір 30 минут, 35 минуттай пісіріп аласыздар. Міне осындай керемет, өте дәмді, өте керемет тефтелилеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер.